Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында 1941-1945 жылдар. Құрметті оқушылар, бұл сабақта фашистік Германияның КССР-ға жасаған шабуылы, Ұлы Отан соғысы тарихындағы қазақстандықтардың аса ауыр шайқастарға қатысып көрсеткен ерліктеріне, тыл еңбеккерлерінің майданға жан аямай жұмсаған ерен еңбектеріне тоқталамыз. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германияның әскерлері Кеңестер одағына басып кіргеннен соң Ұлы Отан соғысы басталды. Германияның Барбаросса соғыс жоспары жасалғанда, Кеңес одағын аз уақытта басып аламыз. Өйткені КССР-ны көп ұлтты жасанды және тұрақсыз бірлестік, ішкі бірліктен жұрдай деп есептеді. Сонымен қатар үлкен Түркістан картасының жобасын жасағанда, Қазақстан, Орта Азия, Татарстан, Башқұртстан, Әзербайжан, Солтүстік Кавказ тағы басқалары енгізілді. Экономикалық жағынан қуатты шикізат және азық-түлік базасын құру белгіленіп, ал саяси жағынан кеңес елін отарға айналдыру еді. Алдымен республикада 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтіп, әрбір 5-ші қазақстандық майданға аттанды. Ал Қазақстанның ұжымшар шаруалары соғыстың жеңіспен аяқталуына қомақты үлес қосты. Мәселен, тары өсірудің шебері Шығанақ Берсиев, атақты күріш өсірушілер Ыбырай Жақаев пен Ким Мансам тағы басқаларды айтуға болады. Сонымен қатар Қазақстан жауынгерлері барлық майдандарда фашистік басқыншыларға қарсы кескілескен ұрыс жүргізді. Солардың бірі Мәскеу үшін болған шайқаста генерал-майор Панфилов қолбасшылық еткен даңқты 316-шы атқыштар дивизиясы ерлікпен шайқасты. Ротаның саяси жетекшісі Клочковтың «Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ артымызда Мәскеу» деген жалынды сөзі бүкіл майданды шарпыған ұранға айналды. Осы ерлік үшін 316-шы атқыштар дивизиясы 8-ші гвардиялық дивизия болып қайта құрылып, Қызыл ту орденімен марапатталып, Панфиловтың есімі берілді. Сондай-ақ Мәскеу үшін шайқаста Карпов қолбасшылық еткен атқыштар полкі мен аға лейтенант Бауыржан Момышұлы басқарған батальонның жауынгерлері ерекше табандылық көрсетсе, Мәлік Қабдулин басқарған автоматшылар тобы жау танкілерін жойып, өз бөлімшелерін қоршаудан алып шықты. Бородино селосында 5 неміс офицерінің көзін жойған Төлеген Тоқтаровқа, Мәлік Қабдулинге Кеңес одағының батыр атағы берілді. Сондай-ақ бірінші болып таран жасаған Масловтың экипажының құрамында болған Бақтораз Бейсекбаевқа 1998 жылы Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Ал Ленинград үшін шайқастың ауыр күндерінде Сұлтан Баймағамбетов жаудың арнайы салынған қорғаныс ұясының аузын кеудесімен жауып, ерлікпен қаза тапса, атақты мерген Дүйсенбай Шыныбеков Оренбаум алғы шебінде шайқасты. Оларға да Кеңес одағының батыры атағы берілді. Сол кезде қазақтың халық ақыны Жамбыл 1941 жылы қыркүйектің ауыр күндерінде Ленинградтық өренім деген жырын арнады. Ал 1942 жылдың күзінде Каспий өңіріне соғыс жағдайы енгізіліп, Сталинград түбінде ұрыстар жүріп жатты. Нұркен Әбдіров 1942 жылғы 19 желтоқсанда өз ұшағымен жау танкілерінің шоғырына құлап, ерлікпен қаза тапты. Осы қала үшін Толыбай Мырзаев, минометші Қарсыбай Сыпатаев өшпес ерлік жасады. Ал Сталинград шайқасының тарихи маңызы екінші дүниежүзілік соғыстағы түбегейлі бетбұрыс болды. Сонымен қатар 1941 жылғы қараша айының соңында Украинада Астыртын құрылған партизан орталығының ұйымдастырушысының бірі Қасым Қайсеновті коммунистер командир етіп тағайындады. Олар Кеңес армиясы бөлімдерімен бірлесе отырып, Днепрден өту кезінде Батыс Украина, Молдова және Закарпатия аумағында басқыншылармен кескілескен ұрыс жүргізді.
Ал жүздеген фашистерді жойған шабуылшы ұшқыштар Талғат Бигелдинов, Леонид Беда және Иван Павлов пен Сергей Луганскийге 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілсе, пулеметші Мәншік Мәметова мен Мерген Әлия Молдағұловаға ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ұлы Отан соғысының тарихында 500-ге жуық жауынгерлерге Кеңес одағының батыр атағы берілді. Сонымен бірге республика еңбекшілері Майдан қорына 4,7 миллиард сом, майдангерлерге 2 миллионнан аса жылы киім, 1600 вагон сыйлық жөнелтсе, авиа эскадрильялары үшін 480 миллион сом қаржы жинады. Соғыс қарсаңында Қазақстанға поляктар, Еділ бойынан немістер көшіріліп, шешен ингуштер, сондай-ақ Қарашай, Балқар, Қалмақтар саяси қуғын-сүргінге ұшырады. Қорыта айтқанда, 1945 жылы 9 мамырда неміс басқыншылары тізе бүкті. Ол күн тарихқа жеңіс күні болып енді. Жеңіс туын алғашқы боп тіккендердің бірі Рақымжан Қошқарбаев еді.